Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Каналыма қош келдіңіздер. Исламнан сөз қозғалсақ, оның ішінде сахабалар туралы айтсақ, ең бірінші ойымызға қайсар мінезді, тік сөзді, әділетті патша Омар радиаллаху анху келетіні анық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менен кейін пайғамбар келер болса, ол Хаттаб ұлы Омар болар еді деп, Омар радиаллаху анхуның дәрежесін көтеріп кеткен. Жаннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның бірі ол Омар радиаллаху анху. Енше бүгін Омар радиаллаху анхудың өмір баяны туралы оқитын боламыз. Кітабымыздың аты Саңлақ сахабалар. Достары, видео пайдалы болады деген үміттемін. Достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алла елшісінің ислам шуағын жаһанға жаю жолындағы толассыз күресінде оған ең жақын болған сахабалардың бірі, әрі екінші халифа Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху. Ол ислам тарихында белгілі піл оқиғасынан 13 жылдан кейін Меккеде дүниеге келген. Құрайштың Ади тайпасынан шыққан Омардың әкесінің аты Хаттаб ибн Нуфайл. Шешесі Құрайштың Мағзун тайпасынан шыққан Хантама бинт Хашим. Омар ибн Хаттабтың мұсылмандыққа дейінгі өмірі жайлы толық мәлімет жоқ. Әйтсе де, бала кезінде әкесінің малын бағып, кейіннен саудамен айналысқандығы мәлім. Ол Сирияға қатынайтын сауда керуеніне қосылатын. Қараңғылық дәуірінде Меккенің белді адамдарының қатарында болып, меккеліктердің елшілік міндетін атқаратын. Соғыс шығар жағдайда қарсы жаққа Омар жіберіліп, оның берген мәліметі бойынша шешім қабылданатын. Ру тайпалар арасында туған келіспеушіліктің шешілуінде оның рөлі күшті болатын. Сонымен қоса, ол оқу сызуды, араб шежіресін білетін және сөзге шешендігімен танылатын. Омар ибн Хаттаб мұсылман болмай тұрып, өзі өскен қоғамның әдеттері бойынша өмір сүріп, сол кезеңнің салтын берік ұстанатын. Түйелермен күресіп, әркіммен бір ерегесетін, қызба, өжет, батыр және өте қатыгездігімен танылған еді. Бірақ мұсылман болғаннан кейін оның бойындағы бұл қасиеттері иман нұрына шомып, мүлдем басқаша өзгерді. Мұсылман болғаннан кейінгі қалған өмірі адамзатты таңғалдырарлық дастанға айналды. Мекке қаласында дүниеге келген Омар ибн Хаттаб пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам уахи түскен кезде 29 жаста болатын. Уахидің келе бастағанына 6 жыл өтсе де, ол мүшриктердің қатарында жүрген еді. Яғни өмірінің 35 жылын жахилия қараңғылығында өткізсе, қалған 30 жылын мұсылман болып өткізді. Таңғаларлық бір жайт, әлгі мүшриктердің жиналысында Омар ибн Хишам Абу Джахил Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалам өлтірген адамға 100 түйе беретінін мәлімдесе, Омар ибн Хаттаб бұл істі өз мойнына алып, пайғамбарымызды өлтіру үшін жолға шығады. Омар шайтан шапқа түртіп Алла елшісін өлтіруге белін бекем болып келе жатқанда, жолай жақында ғана мұсылман болған Нұғаймды жолықтырады. Омардың түнеріп түтіккен түрінен бір бәлені сезіп сескенген ол, «Қайда бара жатырсың, Омар?» деп сұрайды. Өзінің жаңа дінімен Құрайштардың ішіне ірткі салып жүрген Мұхаммедтің көзін жоюға бара жатырмын деп жауап қатады. Омар жанарынан от шашырап, ашу ызаға мініп алған Омардың ниетінің жамандығын байқаған Нұғайм, пайғамбарымыздың өлтірілуіне қорқып, Омардың бағытын басқа жаққа қарай бұру үшін алдымен үйіңе барып, өз отбасыңдағыларды жолға салып алсайшы. Әлде қарындасың мен күйеу балаңның да жаңа дінге кіргендігінен хабарың жоқ па, деді. Омар өз құлағына өзі сенбей бір сәтте есеңгіреп тұрып қалды да, дереу ат басын қарындасының үйіне қарай бұрды. Үйге жақындаған кезде іш жақтан Құран оқыған дауыс естілді. Омар кеуделе ішке кіріп келгенде, қарындасы Фатима мен күйеу баласы Саид Құран аяттары жазылған қағазды дереу тыға қояды. Омар, не оқып жатырсыңдар? Қане беріңдер.
деді ыза кернеген даусымен айналасына қаһарын шашып. Ешнәрсе деп жауап берді қарындасы мен күйеу баласы. Бұл жауапқа одан бетер ызаланған Омар, естігендерім рас боп шықты. Сендер Мұхаммедтің дініне кірген екенсіңдер деп күйеу баласын жерге сұлатып салады. Күйеуіне болысқан қарындасын да қалпақтай ұшырып түсірді. Бұған одан әрі шыдай алмаған олар: «Иә, біз мұсылман болдық, Аллаға және елшісіне иман келтірдік, түсіндің бе?» деді. Ашу-ызадан қыстыға булыққан қарындасы еріндері дірілдеп еңірей жылап жіберді. Қарындасының бетінің қанағанын байқап жылаған даусын естіген Омар мейірімі оянып жылай бастады. Сосын жұмсақ дауыспен: «Жаңағы оқып отырған қағаздарыңды әкеліңдер көрейін» деді. Қарындасы Фатима одан алдымен дәрет алып тазалануын талап етті. Бой дәретін алып тазаланған Омарға қарындасы Таха сүресі жазылған қағазды ұстатты. Өлеңге жаны құмар, сұлу сөздің қадірін білетін Омардың аяттарды оқыған сайын көңілі толқи түсті. Құраннан құйылған тылсым нұр оның жүрегін жаулап алды. Қандай ғажап сөздер, не деген үйлесімділік деп тамсана оқып шыққан ол Расул Алланың қайда екен сұрап алды да, еш бөгелместен, еш қайда бұрылмастан Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мен сахабалардың жиналып отырған үйіне қарай тартты. Барған бетте есікті қақты. Омардың даусын естіген сахабалар іштей қобалжи бастады. Сол сәтте батыр Хамза тұрып: «Кірсін көрейік. Ниеті түзу болса, біз де жақсылықпен қарсы аламыз. Ал ниеті жаман болса, өз қылышыммен ажал құштырайын» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Есікті ашыңдар, кірсін» деді. Бір сахаба есікті ашып Омар ішке енді. Пайғамбарымыз орнынан тұрып: «Әй Хаттаб ұлы, сені бұл жерге жетелеген қандай мақсат?» деп сұрады. Омар өзінің мұсылман болғанын, Аллаға және елшісіне иман келтіргенін айтқан кезде мұсылмандар қуаныштан тәкбір келтіріп Аллаға шүкіршілік етті. Осылайша Омар 40-шы мұсылман болды. Міне, мұсылман болған Омар бойындағы батырлығы мен қаһармандығын бұдан бұлай ислам жолында, Алланың дінін өркендету жолында жұмсады. Мінекей достар, Омар радиаллаху анхудың исламды қабылдау жайлы қысқаша ақпараттарымыз осындай. Келесі бөлімде исламды қабылдағаннан кейінгі өмірі жайлы оқитын боламыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға жазып кетулеріңізді сұраймын. Келесі бөлімде кездескенше сау болыңыздар.